Сәкен Сейфуллин қыр балалары. Хат. Бауырым құрман. Шпуғатты су түбіне кетіп бара жатқан соң жазып отырмын саған. Ешкімнен жәрдем жоқ. Сенен болмаса. Көңілім көрдей болып жүргенде, мұршамды толғамға келтірмей байлағандай, кеше келген Алтай Сабалақтың қатын өлім, қыз деп келген баласына мен бермек болып жатыр. Алтайға қаратпай ертең жөнетпек. Түнде қашып кетті ұлым. Дүниеде адам баласына қиындық келетін болса, сол қазір маған келіп отыр. Бір лажын тап, қол ұстасып бірігімен кетуге бар. Сабалақтың баласына кеткенше ендігі сөзді мына мұғалім ауызшылар. Жәрдем болсам осы Хамитпен кетемін. Қайда алып кетсе де анықтап жауабын қайыр бауырым. 1919 жыл 20 август. Гүлжан. Қатты оқып болып құрман. Мұны қалай қылдық енді жігіттер? Айтжан, қайдан білейін дегенде мұса, қайдан? Өзің пәдемі қылманға. Құрман мұғалімге қарап, қам жігіттердің бәріне қарап, қой, бізді жігіт деп бұл бейшара қанша сөйлердегі сөзін айтқанда, еш нәрсе жасамай қалуымыз ұят. Мұғалім, алып кете аламысың бұл Гүлжанды? Хамит, сіздер жәрдем болсаңыздар, тәуекел қылайын. Құрман, жарайды ендеше. Мұны енді жігіттер, не іспен болса да бұған кірсейін. Гүлжан Байғызы Сабалақтың малына сатқызбайық. Жалғыз бұл емес, біздің талай ісімізді үлкендердің көбі теріс көрмейді ғой. Бұл да солардың бірінде ақ болады. Бұған азаматтық қылайық. Қолдан келген аямайық. Ай жарақ, құрмандар жартасын тасасында. Алтайлар көбінесін сөйлесін, аттары пысқырып, саяу аяңдап, келе жатып, жартасын солтүстік жағынан өте берді. Құрман жолдастарына сыбырлап, айтқан сөзді ұмытпаңдар, даярлан, ал ұмтыл деп, атты терініп тұрамтылып. Қайда? Шаншып таста. Эй, қыран деп лап берді. Жігіттердің бәрі. Қайда? Қайда? Шаншып таста. Атып таста. Қайда деп сойылдармен қағысып. Құрман мен Мұса үсті-үстіне мылтықтарын ах-бах, дүмп еткізіп атып жібергенде таулар, дала, аспан, жер төңірек жаңғырып кетті. Қойдай аңыраған қыз алушылар бәрі тым-тырақай қаша жөнелді. Жолда екеуі түсіп қалды. Гүлжан мен Тұстаубай шаба алмай бөлініп кетті. Өзгесі өзген болып кете барды. Тағы да қуған болып, мылтықтарын атып, қыз алушылардың әбден қарасы жүргенде Алтай, Құрман, Мұса, Айдар төртеуі орағытып, жартасы тасасында жасырынып отырған жолдастарына Гүлжандарға келеді. Келісімен Құрман, амансың ба Гүлжан дегенде қалтырап бір деген Гүлжан. Ағаке ай, енді не боламыз? Қой сөзді, жүріңдер, деп күншілістен оңтүстікке қарай жол тартты. Жүріп келіп, жолға тоқтады. Бір жерге тоқтады. Таңда атып қалды. Жігіттер аттан түсті. Қане Гүлжан қарағым, мен бұл қоштасайын, деп қол ұстады. Құрман,
Исламын жігіттері. Өлеңінше ұмытпасын сені. Бірақ мен екеуін де ойлаған жоқ едім. Басыма қаратыман үйір ет соң амал бар ма құда берсін. Көнемін дағы деп жылап. Қой жылама, Гүлжан, жылама. Бұның несі бар? Бәрі де көрген жақсы. Алдыңнан ай, артыңнан күн тұсын қара. Қош мұғалім деп құрман Гүлжанның қолынан ұстады. Гүлжан, қош бауырым, қош бауырым, қош бауырлар.